Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның маңызды жаңалықтарын ұсынамыз. Қазақстан президентінің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі арнаулы өкілі Ержан Қазыхан бастаған қазақстандық делегация Ауғанстанға ресми сапармен барды. Іс-сапарда Ауғанстан әкімшілігінің іс басындағы өкілдері Абдулғани Барадармен және Әмірхан Мұттахимен кездесті. Кездесу барысында Қазақстан ауған халқына гуманитарлық көмек ретінде 5000 тонна ұн беретінін мәлімдеді және Қазақстанда өндірілген Казвак вакцинасын ұсынды. Жиналыста дәстүрлі сауда-экономикалық байланыстар мен Қазақстанның ауған студенттеріне арналған білім бағдарламасын қалпына келтіруге екі тарапта мүдделі екені сөз болды. Әмірхан Мұттахи гуманитарлық көмек үшін Қазақстан делегациясына алғысын айтып, Ауғанстан аймақтағы ынтымақтастыққа дайын екенін, Ауғанстандағы бейбітшілік пен тұрақтылық аймаққа тікелей әсер ететінін атап өтті. Дегенмен Қазақстанның жоғарғы соты 2005 жылы 15 наурызда Талибан қозғалысын террористік ұйым деп танып, қызметіне тыйым салған. Ауғанстан билігін басып алған Талибан ұйымы 7 қыркүйекте жаңа үкімет құрамын жариялады. 20-22 қазан күндері Нұр-Сұлтанда экспо көрме орталығында Қазагро-Казфарм 2021 халықаралық аграрлық көрмесі басталды. Көрмеге 20-дан астам елден 120-дан астам экспонат компания қатысты. Бүгінгі мына Қазагро-Казфарм 2021 ауыл шаруашылық көрмесіне Қазрост группа компаниясы, ресейлік Россельмаш комбайн заводының ресми дилері ретінде қатысып отырмыз. Осы көрмеге біз 10-нан аса техника келдік. Және осы бүгінгі көрменің қатысушыларына жаңадан бұрын Қазақстанда болмаған техникаларды әкеліп отырмыз. Оның бірі мына кармаборочный комбайн және КСУ-2 деген техникалары бұрын осы Қазақстанға әкелінбеген. 2 жыл болды мына пандемияға байланысты выставка көрме болған жоқ. Қазіргі кезде егінші науқаны аяқталуға жақын, негізінен аяқталды. Сондықтан да осы көрмеге, осы техникалардың жаңа түрлерімен танысуға көптеп ауыл шаруашылық мамандары келеді деп күтіп отырмыз. Іс-шараның мақсаты ауыл шаруашылық саласындағы жетістіктерді көрсету және индустрияның табысты дамуы үшін агробизнес өкілдеріне іскерлік байланыс орнатуға жағдай жасау. Көрме 20 елден асқан 125 компания биыл осы көрмеде қатысып жатыр. Агро саласындағы бүкіл жетістіктерді осы көрмеге жинап көрсеттік. Қазақстандық фермерлерді осында шақырамыз көрмеге. Тәжірибемен алмасу үшін, жаңа жаһандық жетістіктермен танысу үшін жас фермерлерді осы ауыл шаруашылығына шақыру үшін біз осындай мақсат қойып отырмыз. Осы әдемі ауыл шаруашылық секторына жастарды тартқымыз келеді. Осы аптада парламент мәжілісінде алдағы 3 жылдағы елдің әлеуметтік экономикалық даму бағдарын айқындайтын 2 маңызды құжат қаралды. Оның бірі ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт болса, екіншісі республикалық бюджет туралы заң жобасы. 2022-2024 жылдар аралығында ұлттық қордан 6,6 триллион теңге бөлінбек. Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев бұл қаржының қазақстандықтардың зейнетақысына бөлінетінін атап өтті. Оның айтуынша ұлттық қор кейін мұнай өнімдерін сату есебінен толтырылмақ. Келер жылы қордан ел қазынасына 2 триллион 400 миллиард, 2023 жылы 2 триллион 200 миллиард, ал 2024 жылы 2 триллион теңге құю көзделген. Бұдан кейін республикалық бюджет нақтыланды. Жалпы алдағы 3 жылда әлеуметтік сала шығыстары 26,7 триллион теңге болады. Еңбекпен қамту, кәсіпкерлікті қолдау, бизнесті дамыту, ауылды өркендету, басқа да салаларға тиісті қаражаттар қаралды. Енді басты міндеті осы қаражаттарды жоспарға сәйкес өз уақытында тиімді пайдалану. Осы жолда үкімет депутаттық корпуспен бірге отырып нәтижелі жұмыс атқарады деп сенеміз. 3 жылға арналған бюджет шығысын талдай келе депутаттар қаржыны шашау шығармай игерудің маңызына тоқталды. Сонымен қатар қарашадан бастап тұрғындарды қайта вакцинациялау жоспарланып отыр. 11 миллионнан астам адам екпе алуы керек. Бірақ оған қазынадан қаржы қаралмаған. Мәселе үкімет резервінен реттелмек. Ресей президенті Владимир Путин коронавирустың өршуіне байланысты 30 қазаннан 7 қарашаға дейін демалыс жариялады.
Путин үкімет мүшелерімен кездесуде эпидемияның жаңа толқыны кезінде жұқтырғандар санын төмендету қажет екенін айтты. Ресейде коронавирустан өлім жағдай көп тіркелгендіктен қысқа мерзімді локдаун енгізілді. Локдаун кезінде жұмыскерлердің жалақысы толықтай сақталады. Вице-премьер Татьяна Галикова вакцинацияланбаған адамдар үшін өзін-өзі оқшалау керектігін, сонымен қатар ресейліктерді ел араламауға шақырды. Өйткені кейбір аймақтарда ковидтік ауруханалар лық толуы мүмкін. При этом это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. Для этого субъекты Российской Федерации должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет ими установлен, как я уже сказала, только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание, а также отрицательный ПЦР-тест, если лица имеют противопоказания к вакцинации. Сонымен бірге ол елдегі вакцинация қарқыны өте төмен деңгейде екенін мәлімдеп, ресейліктердің тіпті оның достарының да вакцинациялауды қаламайтынына таң қалды. Ресейде соңғы айда жаңа инфекция жұқтырғандардың саны 70%-ға өсті. Елде күніне жаңа инфекциялардың рекордтық саны және күн сайынғы өлім-жітімнің саны көп тіркеліп жатыр. Назарларыңызға рахмет. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақ-news.kz сайтынан оқи аласыздар. Біздің әлеуметтік желілерімізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.